Ал жандарым, қалайсыздар, не істеп жатырсыздар? Мен МРТ түсуге келдім. Соңғы кезде бір жаңбыр жауса, бірдеңе болса басым ауыратын болды. Поэтому кішкене МРТ түсіп тексеріліп, бірақ мен бірінші рет келіп тұрмын ғой. Ужасно қорқынышты екен. Әрең жатқансың ғой, қорқып, бір как будто задыхаться етіп қалатын сияқтысың. Сондай ощущение болды. Вот қазір жұмыстарым тұрған. Бүгін полностью врачтарға баратын болдым. Стоматологқа еще бару керек бүгін. Ну что, друзья, я вышла, держи. Полный снимок бар. Оказывается, все нормально. Почему-то переживать еттім. Білмеймін, не басқауып жүрген. До такой степени МРТ-ға кетіп кеткенсің ғой. Дальше кеттік. Ал қайырлы кеш, не істеп жатсыздар? Сторисқа шығуды ұмытып кетемін бар ғой. Мен қазір жұмыстарымды бітіріп шықтым. Енді МРТ-ның результаты шығады. Қазір соны алып кетуге баратырмын. Шығып қойды. То есть соны алып кетуге баратырмын. Қорқам бірақ. Менің осы сторисімді көреді ғой жаңағы адамдар. Сол сіздерге өтініш. Егер кездесуге келіскеннен кейін сіздерде план өзгеріп кетіп жатса, міндетті түрде алдын ала таңертең или кездесуден бір 2 сағат бұрын жазып жіберсеңіздер, Мариям, кешірерсіз, менде осындай болмай жатыр дегендей. Бүгін менде бір запись болған әбеттеген, кешке жаңа МРТ-тан шыққаннан кейін бір кездесу болатын. Маған алдын ала айтпай, уже таксиге мініп баратқан кезде, ой, простите, типа, мынау не получается, айтуды ұмытып кетіппін деген сияқты дүние. Блин, қалай біреудің уақытын сыйламауға болады, қалай олай безответственный болуға болады, мен түсінбеймін. Безответственный адамдарға нервім ұстайды бар ғой. Біреумен бір нәрсеге келіскеннен кейін ол нәрсені жасай алмасақ, қолынан келмесе алдын ала айту керек адам. Осылай менде не получается деп алдын ала. Маған көп қыздар дайректке жазып жатыр, конечно, айт деп. Шынардың магазинін мен алдым, гумда. Алдында гумдар алып жүрген кезде көріп қалған болатын. Необычный күшті киімдер бар екен. Мен бүгінгі салған сторисімда, екінші салған сторисімда шалбарды сол Шынардың магазинінен алған болатынмын. Өзіме енді қатты ұнады алған киімдерім, сол үшін сіздер де алсын деп айтып жатырмын. Барып көрсеңіздер болады, қазір аккаунтымды жасап кетемін.